миға не қою керек сигнал. Сенде басқа энергия жүреді да. Z поколение деп. Спортшы да бола алады, боксшы да, дзюдоист әйелдер бар қаншама. Оқып тастаған, оның бәрін мен білемін ғой дейді ше. Нацизм дейді да. Мен нацизмнің көзқарасындағы адам емеспін. Биткоин, криптовалютамен айналыстым. Маған жалпы технология қызық. От души дым энергияңыз таусылмайды. Басқа жамандық казино бар, лохотрондар бар қазір. Мотивация беруге ше. Сен өзің жасай аласың. Сен біреудің компаниясында жасап винтик болғанша 100 рет айттым ғой, 100 рет деп ше, намаз оқы деп. Психологиялық материалды гүл әкеп беруіңіз мүмкін, айфон алып беруіңіз мүмкін. Радикалды феминизм деп айтамыз ба? Өлә, апа қалайсыз, тәте қалайсыз, амансыз ба? Демократия деп айтады ғой қоғам. Ақшаның деңгейінде ғана, санасу деңгейінде өліп қалады. Подростковый максимализм дейміз ғой, яғни. Ақша қалай сұрсам екен? 500 миллион, 1 миллион деген ниетпен. Бірақ сенде бірінші бәрібір найымда опыт болу керек. Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен мен Қанат Жаңбырбайұлы. Бүгін бізде Кано подкаст арнасында бүгінгі қонағымыз сатылымды арттыру саласының маманы, сатылым бойынша кәсіби тренер, Альфа 7 компаниясының негізін қалаушы Әсемгүл Андрей Сәндібекқызы. Қош келдіңіз. Рахмет, Қанат мырза. Онымен қатар Әсемгүл Таймирист бай Әсемгүл әйелдер клубының негізін қалаушы. Және онымен қатар осы жақында коронаны өздеріңіз көріп тұрғандай Миссис Глоб успешный әйелдер арасындағы байқаудағы вице-миссис жеңімпаз болып, осы Еуропаға жолдама алып келіп отыр. Құтты болсын. Рахмет көп ханым. Бұл менің ғана жеңіс емес, бұл бүткіл қазақ елінің жеңісі деп есептеймін. Бәрекелді. Ал қысқаша өзіңіз туралы бір шолып айтып өтсеңіз, Әсемгүл ханым, жаңағы успешный әйелдер арасындағы байқаудағы айтып кеткеніміздей, яғни сіз жалпы сату саласының мамансыз, онымен қатар осы әйелдерге қатысты психологиялық тұрғыдан да белгілі бір өзіңізбен соңғы уақытта жаңағыдай жұмыс жасап, өзіңіз дамытып жүрген адамсыз. Сол үшін мен сізден жалпы бүгін осы тақырыптың төңірегінде әңгіме өрбіткім келеді. Қысқаша өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің толық есімім Әсемгүл Андрей Сәндібекқызы. Мен Ақтөбенің тумасымын, кіші жүзбін, әліммін. Және қазіргі таңда Алматы қаласына келіп, өзімнің бала кезгі армандарымды орындауға, сонау ауылдан, қарапайым қазақ ауылынан туылып өсіп, 1000 шақырым жерден келіп отырған адамдардың бірімін. Өйткені менің өзімнің үлкен арманым бар, мақсатым бар. Және қазақ болып туылғаннан кейін қазаққа қызмет ету, қазақ жеріне, қазақ еліне өз титтей болса да үлесімді тигізу мен үшін үлкен мәртебе. Сол күш, сол мақсат, армандар мені үлкен осы жасап жатқан барлық әрекеттерім соған апара жатқандығын дәлелі осы шығар. Себебі осы күнге шейін мен тек қана жеріме, еліме пайдам тисе екен деген мақсатта қоғамға пайдам тигізе отырып жұмыс жасап жүрген жайым бар. Және сату саласына келіп отырған себебім, өйткені қазір кез келген адамның өзінің мамандандырылған белгілі бір мамандығы, қабілеті болу қажет. Менде деген ең күшті қабілеттердің бірі ұстазым тапқандай осы сату қабілеті болды. Сату қабілетін мен 2014 жылдан 2015 жылдардан бастап осы санасақ 10 жылдай уақыт болып қапты мен сату саласында жүргеніме. Сол кезде 18-17 жасынан бастап сату саласына келген болатын. Ол кезде офлайн сатылым дәрежесінен бастадым. Студенттік шақтар, Алматыға арман қолап келген 17 жасар қыз, қазір кез келген бала, әр ауыл аймақтан, әр жерден келген адамдар, жалпы Алматының қаласының адамдары да армандап келеді. Мен мегаполиске қалай болса да грантқа түсуім керек деген арманмен келдім. Біздің ауыл негізі кезінде сол кезде сет ұстамайтын, кәдімгі төбеге шығып, сет ұстап, холодильниктің үстіне мініп, сет ұстайтын замандардың бірінде туылып, сол замандарда өскем. Ауылға машина кіре алмайды, немесе шыға алмайды, қар басып кетеді, боран басып кететін. Ресей, Қазақстан, яғни Ақтөбе, Қостанайдың екі ортасындағы шекарадағы Сұлукөл деп аталатын, Әйтеке би ауданындағы Сұлукөл деп аталатын кішігірім ауылдан келіп отырмын. Сол ауылдан мақсат болды менде. Қалай болса да грантқа түсуім керек. Алматыға мегаполиске басымды кіргізіп алсам болғаны, әрі қарай ол кезде мен жетістіктерімде, мақсаттарымда орындалады. Осы қазақ еліне қызмет етпей қоймаймын деген мінезімнің арқасында келген шығарым деп ойлаймын, осы Алматыға дейін арман қолап. Сол сату саласы сол кезден басталды, бірақ оны айта берсең кәдімгідей тарихы да ұзақ кәдімгідей. Қазір жаймендеп ақырындап әңгімеміздің барысында барлығына тоқтап өтетін боламыз. Сол жаңағы талпынысыңыздың арқасында солай осы басыңызда коронаға да жеткен боларсыз, яғни ол жерде де бір ол байқаулардың оңай емес екенін білем. Өйткені белгілі бір жаңағыдай нелер бар, этаптар бар ғой. Бір ғана күнде өтпейді, білуімше солай ма? Бұлған біз 6 ай байқау жөнінде бір қысқаша айтып өтсеңіз, жалпы не байқау, Еуропаға барасыз, бұйыртса сол қандай критериялары болды? Бұл байқау негізінде 97 жылдан бастап, мен туылғаннан бастап жүріп жатқан байқаулардың бірі екен.
Және бұл байқауды американдық доктор Трейси деп аталатын кісі ашқан. Кәдімгідей миссис Қазақстан, яғни мисс Қазақстан деген бар, және миссис деген уровень бар да, деңгей бар да. Мисс деген ол жас қыздар, әдемілік, сұлулық, сондай байқауларға қарайтын болса, ал миссис Қазақстан жобасы, Глоб именно. Бұл жоба әйелдердің бизнесі, белгілі бір қоғамға пайдасы, өзінің артында жасап жатқан ісі, және бұл ісі арқылы не жеткізгісі келеді. Яғни сондай қызықты тақырыптар талдайды да. Бұл тек қана сұлулық байқау емес, сұлулық бетте емес жүректе деген ұранды алатын байқаулардың бірі да. Сондықтан бұл Америкадан шыққан және Америкада жасалып жатыр. Бұл бүкіл дүниежүзілік кәсіпкер арулардың байқауы. Бизнес-ледилар. Иә. Ол қалай сонда қандай саланың маманысыз, қалай пайдалы боларсыз, экспертизаңызға қарап тұрмын сонда? Иә. Біріншіден сіз қандай, өзіңіздің мамандығыңыз қандай, немен айналысасыз, қоғамға қандай пайда тигізіп жатсыз, және де қандай миссияңыз бар, ұраныңыз бар, қандай көмегіңіз тиіп жатыр әйел ретінде. Яғни бір қолмен үйде отырып бесік тербету ғана емес, бір қолмен әлемді тербетіп не істеп жатырсың, және қандай мүмкіндіктер жасай аласың, қандай адамдарға үлгі бола аласың деген ұранды ұстанатын әйелдер ортасы. Мен ол жерде мықты кісілермен таныстым. Біздің қазақтың қыздарының белді мүшелерімен. Біреуі бизнестен мықты болса, біреуі әншілік жолда амбассадор, біреуі өзінің компаниясы бар, біреудің фитнес-клубы бар, біреуі осындай мен сияқты сату қабілетімен немесе өзінің жаңағы йогасы қабілеттерін ұсынып жүрген, әйелдердің дамуына үлес қосып жүрген қыз-келіншектердің ортасы бұл жер. Яғни жалпы бұл жерде сіз өзіңіздің сату қабілеттілігіңізді ашумен қатар ол жерде мына женственность, яғни әйелдік болмысыңызды да ашу керек. Иә. Солай ғой. Иә, мен өзім үшін 2023 екеуі қаншалықты бір-бірімен гармонально, жаңағыдай гармонично бір-бірімен әрекет ете алады, үйлесім таба алады. Өйткені қоғамда пікір бар, егер адам жаңағыдай достигаторство деп айтамыз ғой, манағыдай әйел бір жетістікке жетіп, жаңағыдай жетістікті қуалап кететін болса, ол өзінің әйелдік болмысынан арылып қалуы мүмкін деген. Соған жалпы қаншалықты сіздің көзқарасыңыз? Иә. 2023 жыл біріншіден менде альфа жылы болды. Ол менің жаңағы айтып отқан сату мамандарын дамыту, менеджерлерді оқыту, сол маркетинг құралдарын қолдану арқылы өзімнің ерлік мінезімді танытатын бизнес леди ретінде танылып жатқан проектімнің жылы болды. Ол жылы тек қана өзім соған арнадым. Биыл 2024 жыл маған осындай әйелдік бейнемді және өзімнің сұлулығымды, әйелдік бейне қалай көріну керек, оны қалай бизнеспен жаңағыда үйде тұрмысын немесе басқа да мүмкіндіктерді қалай асырып жүру керек, соны әйелдердің ортасын көру арқылы өзіме көп нәрсе алғым келді мына сөзден. Жалпы әйелдер айтып отырсыз ғой, екеуін қалай бірге алып жүреді деп. Мен бұны тарихпен жауап берер едім. Егер де біз мысалға қазір қоғамда көп көзқарас бар ғой, феминист болып кетті, әйелдер достигатор болып кетті, еркек болып кетті. Енді қатты айтатын сөздер өте көп та қоғамда. Бірақ егер біз солай қарайтын болсақ, онда біздің тарихта бопай аналарымыз, томиристер, зариналар, жәнегі нүрилар, домалақ аналар, олар қайдан туылды? Мысалға, батыр әйелдер, Назым Батыр, Мәншүк пен Әлиялар Бертіңкеле, қаншама біздің ақын жазушы әйелдеріміз бар, Фариза Оңғарсыновадай қаншама әйелдер бар. Сондықтан қазақтың бұл жынысқа бөлетін нәрсе емес та. Бұл қазақ болып туылғаннан кейін, адам болып туылғаннан кейін адамда екі қасиетте болады. Ол жыныс деген нәрсе тек қана бір белгілі бір жаңағыдай атрибут ретінде ғана қарауға болады. Тұлға ретінде қарау керек та адамға. Бірінші адамға адам ретінде қарау керек. Потом кейін оған тұлға ретінде қарау керек. Яғни әйелдер де тұлға бола алады. Әйелдер де батыр, өзі қалаған ғарышкер ма, әнші ма, биші ма, немесе кәсіпкер ма, өзі қалаған кез келген саланы алып кете алады. Спортшы да бола алады, боксшы да, дзюдоист әйелдер бар қаншама. Ол өзінің қалауы, ол біріншіден тұлға, өзінің таңдауы да. Сол үшін ол өзінің миссиясына қарай солай ұмтылғанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ол өз жағынан ерлік қабілетін көрсетіп, нарықты жаулап, қоғамға бір пайдасын тигізіп жатса, ол нұр үстіне нұр, бірінші тұлға ретінде, адам ретінде. Ал табиғатына келетін болсақ, оның жаңағы балалы болуы, отбасы құруы, ол өзінің таңдауы. Мына жақта өзінің таңдауы деп есептеймін. Сол үшін мен адамға ешқалай кедергі емес ол. Иә, әрине, ол ешқандай кедергі емес. Қаншама біздің аналарымыз қазір нарықта, қоғамда жүр ғой, балаларында туып, үйдіге де үлгеріп, отбасыға да үлгеріп, бүткіл туысқандардың арасында да қазақы тәрбиені көрсетіп жүрген әйелдеріміз, қыз-келіншектеріміз өте көп. Және мен де ойлаймын, онда болуға болады деп. Қазіргі менің приоритетімде даму, осындай өзімді көтеру және өзінің мақсаттарыма жету деген приоритетте тұр. Сол жолда енді табылып жатқан сана деңгейінде, Мұхтар Шаханов айтқандай, сана деңгейінде қосылатын ер азамат болып жатса, әрине отбасы құрып, балалы болуға мүмкіндіктер ашуға болады деп ойлаймын. Екі жаққа да үлгеруге болады. Және бұл жерде табиғатқа қарсы келіп, немесе бір мутацияға ұшырап қалу деген деңгей болмайды деп ойлаймын. Өйткені ол біріншіден тұлға, адам. Сосын бар бұл әйел, сосын бар бұл рөлдері әйел, ана,
жаңағы бәйбіше деген сияқты немесе әже деген сияқты деңгейлерді ала бастайды ол. Бірінші оның ол рөлдері, ал бірінші адам ретінде қарап, оның мақсатына, арманына жетелеуге керісінше қолдау білдірген дұрыс мына қоғамның. Біз әйелдер бір ұлтты тәрбиелеу, бір қызды тәрбиелеу, бір ұлтты тәрбиелеумен тең деген қазақта мақал бар да. Сол арқылы егер біздің қыздарымыз надан болса, оқымаған, тоқымаған болса, олар ертең үйде отырған сіздің балаларыңызды асырайды. Оларға тәрбие беретін әйел да, егер ол білімсіз болса, көкірегі ашық, көзі ояу азаматша болмаса, ол қандай білім береді, қандай тәрбие береді? Кешегі абайларға, кешегі Мұхтар Шахановтарға, оның алдындағы Әлихан Бөкейхановтардың аналары ақ сүтпен емізіп және оқымысты, адал, жаңағы дінді де алып жүрген, сондай барлық жағынан сауатты қарап жүрген әйелдер болғаннан кейін олардан сондай Әлихандар, Мағжандар, Шахановтар туылды деген сияқты да. Ал егер де әйел адам өзінің білімін көтермесе, сауатсыз болатын болса, былай қарасаң, ол қалай оған тәрбие бере алады? Сіз егер басқа енді ұлтқа үйленетін болсаңыз, мысалға, ол адамшылықты үйрену мүмкін, жақсы адам мүмкін, бірақ ол бәрібір қазақтың иісі аңқымайды да одан. Сондықтан егер де енді ұлтшыл деген мағынада емес, мен өзім ұлтжанды адаммын. Қазір қоғамда да ол пікір қатты талқылануда. Қазақ тілі, ұлтшылдық, қазақтылық, ол нацизм дейді да. Мен нацизмнің көзқарасында адам емеспін. Мен ұлтжанды адаммын. Өзімнің ұлтымды сүйем. Әйтпесе мені араб қылып жарату керек еді, немесе қытай қылып жарату керек еді, егер маған бәрібір болатын болса. Құдайға бәрібір болатын болса. Яғни біз қазақ болып жаратылдық па, өзіміздің ата-бабаларымыздың дәстүрін, бізге аманат қылып тастаған жерін және аманат қылып отқан ұрпақтарын өзімізден кейінгі ұрпақтарымызға келелі, салиқалы, үлгілі адамдар болып қалуға ұмтылуымыз қажетпіз. Бұл біздің жаңа оқымыстылығымыз, өсуіміз, дамуымыз. Сондықтан әйелдердің дамуына, оқуына әрқашан қолдау білдірген жөн. Керемет. Осы жалпы мына сату, сіздің мына басты қабілетіңіз, осы сату саласының маманына қарата, осы жалпы сол салаға көшпестен бұрын мына осы айтылып жатқан осы жалпы қоғамда қызу талқыдағы тақырып негізінде, бұл жерде ол ары қарай әңгімелейтін болсақ, ол феминизмге ұштасады, яғни белгілі бір феминизмнің де өзінде былай айтқанда тармақтары бар, жаңағыдай бір радикалды феминизм деп айтамыз ба, қоғамда бір сіңісіп кетуге болатын феминизм деп айтамыз ба, енді соған қатысты мен кішкене осы тақырыпты тағы да бір ашқым келіп тұр. Өйткені жалпы көрермендерге сол қызықты болар деп ойлаймын. Соған қатысты сіздің көзқарасыңыз, жалпы феминизмге менің өзімдік бір көзқарасым бар, бірақ мен сіздің жаңағыдай осы тақырыпты ары қарата өрбітіп, жаңағыдай бір көзқарасыңызбен бөлісіп кетсеңіз, жалпы ойыңызды айтып. Мен Томирис қыздар клубын ашқан кезімде, мен бір феминизмнің туын көтеру, ондай арманым, мақсатым болған жоқ. Біздің қазақстандық қыздардың маған ұлтқа бөліну қажет емес. Ұйғыр болсын, ол жерде ұйғырлар да болды, ауғандар да болды, неше түрлі орыс тілді қазақтар да болды, қазақ тілді орыстар да болды. Қазақстандық қыздарды тетте болса да өзім пайда деген, адамзатқа пайда деген мақсатта ашылды ғой. Сол кезде мен олардың рухани, тұлғалық және кәсіби тұрғыдан дамуына ортақ құрғым келді. Жай ғана нетворкинг форумдар арқылы. Және оған мықты рухани тұрғыдан, діни тұрғыдан дамыған күшті спикерлерді, тұлғалық тұрғыдан дамыған мықты психологтарды және кәсіби тұрғыдан маркетингті, сатуды үйренген мықты мамандардың басын біріктіре отырып, білімдердің ортасын ошағын ашқан. Яғни таңғастар жасаймыз, белгілі бір психологиялық тренингтер жасаймыз, түсінісу, орта деген нәрселерден пайда болды. Көздерін ашасыз. Тек қана сондай жағынан, ол жерде бір феминистік ұран, Томирис болып, батыр болып, ерлермен тең шығып, найза ұста қолына деген ұран ондай жоқ. Көбісі сөйтіп ойлайды деймін. Мен ол Томирис, тарихтағы Томиристан да өршілдікті да, адамгершілікті, оның да күйеуі болды, баласы болды, сондай нәрсе керек десең, сондай мағынада да қолданамын. Яғни керек кезде әйел адам батыр болып атқа да қонатын кездер болады. Керек кезде керек кезде үйде отыруға да болады. Яғни феминизм мен үшін ол өзінің әрбір адамның өзінің құқығын қорғау. Кез келген құқығын қорғау просто. Енді бір жағынан қазір қоғамды қарайтын болсақ, оны да мен мына жағынан қарайтын болсақ, егер де мысалға әйел адамдар қазіргі кезде міндетті түрде өзін жаңа сіз айтқандай рухани тұрғыдан, тұлғалық тұрғыдан және материалдық тұрғыдан дамыту қажет. Ол қажеттілік қазіргі. Өйткені жақындағы статистика, яғни Қазақстан қазір әлем бойынша ажырасудан 2-ші орын дейді. Оның өзі не деген сөз? Яғни мысалға бірнеше баламен қалған жалғызбасты ана, ол еркек маған әкеліп береді, мен үйде жатсам деген болмайды. Яғни ода қажеттілік туады. Яғни оның отбасына, оның баласына, жеке басына белгілі бір қауіп бар. Яғни қазір қоғамда біз басқа бір қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Яғни бұрынғы кезде сені жақындағы туысың, көршіңнің өзі ғана сені тамақпен қамтамасыз етуі мүмкін. Ал қазіргі кезде біз білеміз, былай айтқанда әркім өз күнін өзі көреді. Сол себепті қажеттіліктен ол жалпы сұраныс туып, әйелдер еркектің
бірінші очередь әлсіз болғандықтан сол рөлді алады. Немесе қажеттілік туғандықтан, өйткені олар жалғыз. Сол үшін солай қажеттіліктен туғандықтан олар белгілі бір жетістікке жетіп жатады, белгілі бір дәрежеге өтіп жатады. И оның да бір екі жақты бір несі бар деп ойлаймын. Яғни көзқарас нәтижесі. Яғни мына психологиялық тұрғыдан, жаңағы энергетикалық тұрғыдан айтсақ, айтады ғой, адамның жалпы бойында, еркектің бойында әйелдік пен еркектік энергия болады, әйелдің де бойында еркек және әйелдік энергия болады екен да. Сол жаңағыдай біз жетістіктен жетістікке манағыдай барлық күшімізді салсақ, белгілі бір сондай бір еркектік болмысқа қарай өтіп кетуіміз мүмкін деген сияқты бір не болады да. Енді ол бір жағынан енді эго деп айтамыз ба, мысалы үшін, иә. Бірақ жалпы бұл жерде ең бірінші бұл қажеттіліктен туған сондай жағдай. Соған қатысты бұлай болмау керек, бұлай деп кесіп айту мүмкін емес бұл жерде. Иә. Сол үшін көп жағынан бұл пікірмен мен көбіне көп келсем. Енді бұның екінші жағы бар, иә. Анағыдай енді осы жақында бір анағыдай көшеде анағыдай лозунгтар болады ғой, жаңағыдай шеру деп айтамыз ба, иә. Яғни белгілі бір талаптар сұрайды, мысалы үшін. Енді былай саяси тұрғыдан айтатын болсақ, мен жалпы белгілі бір қауіп бар деп санаймын осы тұрғыда. Өйткені ол тек қана жаңа біз айтқан жетістікке жету, белгілі бір әйел өз-өзін қамтамасыз ету мақсатында ғана емес, одан бөлек заң тұрғысынан жаңағыдай полды алып тастау, мысалы, однополый нелерге рұқсат беру деген сияқты. Ол уже соның бір жаңағыдай радикалды тұсы деп санаймын. Жалпы соған қатысты да бір қысқаша ойыңызды айтсаңыз, содан кейін уже сату жаққа жаймен деп көшейік. Мен ойлаймын, табиғатымызда енді жануарды жануар екеш қылып жаратса, оны жаңа жынысын бөлсе, яғни тіпті адамды адам қылып жаратқаннан кейін, адам сол өзінің табиғатына қарсы шықпау керек деп ойлаймын расымен де. Жынысы қандай, сол жыныста тұруы менің ойымша дұрыс. Мен ол жаңағыдай бір тұтас деген нәрселерді онша қолдамаймын. Мен оған ұрандатқым да келмейді, мен оған нейтралды көзқараста болғым келеді. Себебі мен жай ғана бұрын мен ұстазым айтатын әрқашан, қаншама ұстаздардан білім алдым. Әсемгүл дейтін да, егер сен жақсылық жолында күресіңді көтермесең, жақсылық жолында біз еңбек етпесек, бар біліміңді халыққа айтпасаң, және өзіңнің біліміңмен ортаңды өзгертпесең, өзіңді өзгертпесең, онда сенің жақсылығыңның өзіңе ғана жұмсалған аздық етеді. Яғни ол қоғамға пайда беру дейтін. Сондықтан жамандық осылай жағынан күресіп жатқан кезде, жамандық өзі белең алып жатқан кезде, біз жақсылығымызды көтеруіміз керек, жақсылықты көбейтуіміз керекпіз. Жақсылық жолда қызмет етуіміз керекпіз көп. Сөйтіп мүмкін біз қоғамның өзгеруіне, дамуына үлес қоса аламыз. Өмір деген всегда әрқашан ақ қарадан тұрады ғой. Сол үшін мен оның қара жақтарын түбегейлі кесіп тастай аламыз деп айта алмаймын. Ол болады, бола береді де, бола беруі де мүмкін баяғыдан қолданып жатқан жағдайлар шығар. Біз тек қана өзіміздің жақсылық жолындағы қоғамымызды сауатты, салиқалы қылып қорғауға, қолдауға және оларды дамытуға ғана үлесімізді тигізе аламыз, өзімнің жеке тарапымнан. Мен ол жаңағы саяси нәрселерге қатты араласқым келмейді. Мен саясаттың да адам емеспін, діннің де адам емеспін. Мен өзім жай ғана өзім жеке тұлғамын. Керемет. Енді жаймен деп жалпы сіз сату саласының мамансыз, иә? Мана жаңағы сізден білем, жаңағы Джордан Белфорд, манағы Михаил Гребенюк сияқты мамандардан, онымен қатар біздің Марғұлан, Юсуп Карада сияқты сату жаңағыдай нарықтағы ең мықты мамандардың ұстаздығында болдыңыз, шәкірт болдыңыз, ілім алдыңыз. Сөйтіп сату саласында белгілі бір тәжірибеңіз бар, 150-ге жуық компаниямен жұмыс жасағансыз, яғни жаңағыдай сату бөлімін құрдыңыз, сату саласында белгілі бір жақсы экспертизаңыз бар, 10 жылға жуық, солай. Сол үшін жалпы қазақ бізде сату деген сөздің өзінде белгілі бір клеймо бар да негізінде бізде. Яғни сату деген сатқын деп па? Сол бір. Сосын сату бізде ұят, яғни жаңағыдай прогрев деп бірдеңені сатып қыздырып жатқан кезде ол уже бізде бір сату бір адамды бір жиіркенішті бір дүние, сату бір адами тұрғыда ол бір болмайтын бір дүние болып сондай бір пікір бар. Онда соған қатысты бір жалпы біздің қазақи менталитетке жалпы сату қаншалықты келеді, және бізде именно қазақтарда қандай осыған қатысты проблема бар, соны кішкене ашсақ. Сату бұл атам заманнан келе жатқан дүние. Бұрын мысалға адам баласы жаңағы қасақ не бар, тас бар, оған үшкір тасты айырбастау деген нәрседен туған. Сату сол заманнан бастап келе жатыр. Тіпті сату кез келген ортада бар. Сату бұл біздің өміріміз. Сіз өзіңіздің әйеліңізге үйленерде де өзіңіз саттыңыз ғой.
әйеліңіз сізге өзін сатты деген сияқты. Сізде мен сенің жаның болашағында жарқын етем, менімен бірге осындай жоспарларым бар, мен мынандай адам болғым келеді, мен мынандай тұлға болғым келеді, маған үйленуге қалай қарайсың деп бірінші көзқарасын өзгерттіңіз. Екінші рет оған психологиялық материалды гүл әкеліп беруіңіз мүмкін, айфон алып беруіңіз мүмкін. Бұның барлығы үйлену процесі де сатуда. Бұл өзіңізді саттыңыз сіз оған, сол үшін үйлену касание маркетинга прогресс дейсіз ғой. Иә. Яғни бұл жерде біздің қоғам, жалпы қоғам ақшаны ғана айырбастауға келген кезде затек тұрады да, андай сатқым келмейді, менен қазір ақшамды суырып алайын деді. Өйткені оның алдыңғы миы қосылып жатыр да. Егер артқы мимен құндылыққа кіретін болсақ, бұл жерде құндылықтар айырбастылып жатыр. Сіз нанды қатты жегіңіз келіп тұр, қарныңыз аш шұрылдап тұрсыз, иә? Сіз дүкенге барып ақша бересіз соған 2-3 теңгеңізді мысалға. Сіз сол ақшаңыздың кеткеніне не болмайсыз ғой? Ой деп ақшамды бере алмайын деп тұрмайсыз. Бұл жерде сіздің құндылығыңыз нан болып тұр да. Сіз нанды алу үшін максималды түрде қанша ақша болса да төлеуге дайынсыз. Немесе бір дәрі керек болды балаңызға, или ата-анаңызды бір жерге ұшырайын деп жатсыз мекеге. Сіз қанша болса да, миллион болса да, оны ақшаны төлейсіз. Яғни бұл жерде сізге құндылық берілді, сіз соған сай ақшамен оны төледіңіз. Кейбір кезде біреудің опытын, тәжірибесін сатып алу деген нәрсе бар. Біреу 10 жыл бойы сол білімді біле ма? 10 жылда талай жаңағы ошибкалар, қателіктермен былай жүрді. Сіз соның опытын бір сағатта или бір айға сатып аласыз коучинг арқылы. Соны сіз шегересіз де, оның жасаған қателіктерін жасамай отырсыз. Яғни бұл жерде сіз құндылықтар арасында байланысты, араластықты, айырбасты түсінбей тұрсыз. Сату процесі бұл ондай жеркенішті, менің ақшамды тартып алайын деп жатыр деген процесс емес. Сіз ар жағындағы құндылықты дұрыс жеткізсеңіз, сату онсыз да жүретін процесс та, так жүретін. Яғни екі контрагенттің өзара құндылықтары арасындағы айырбас бұл сату. Бір жақ өзінің құндылығын ақша күйде, бір жақ өзінің құндылығын жаңағыдай қызмет күйінде, не нан күйінде, тамақ күйінде, жаңағыдай білім күйінде, немесе киім түрінде алатын процесті сату деп атаймыз. Яғни сіз оған жай ғана ақша төлейсіз. Атам заманда мысалы қой бар, барымта қарымта қалың мал үрдісі бар. Біздің қазақтың дәстүрінен бастап келе жатқан сату процесі ғой бұл жерде. Бартер болды бір уақытта дейсіз ғой. Иә, бартермен басталған ғой бұл. Қазір ғана ол ақша айналымына кетті да, қағазға кетті. Бірақ сол қағаз үшін қазір адамдар дірілдеп, тағы да басқа бір эквивалентті қатты құндылық көтеріп жүрген да. Яғни ақшаның деңгейінде ғана санасу деңгейінде ойлап қалған. 200 бер, 300 бер, 400 бер, түсір маған 300-ге, 200-ге деген сияқты сондай бір ақшаның деңгейіне кетіп қалып тұр да. Тек қана қағаз үшін. Ал оның ар жағында құндылық қаншама? Сіз оған әдемі турецкий мысалға күшті киім бересіз, немесе Америкадан алып келген жаңағы күшті кроссовка Nike оригиналды бересіз. Ол қандай құндылық алып отыр? Ол қуанып сізге ақшасын беру керек та, наоборот. Сату процесі сондай болу керек та. Енді бір жағынан нарықта не бар ғой енді? Тенденция. Иә, жоқ, қазір тауардың избыток дейміз ғой, яғни артылып жатыр да. Бір кезде де бізде дефицит болды. Иә, яғни таңдау көп. Тауар жоқ болды нарықта. Мен мысалы өзім 2012-де саудамен айналыстым, Түркиядан тауар әкелем, не әкелсем де өте өткізетін болдым да. 2 жылдың ішінде менде 7 сауда нүктесі болды. Бижутерияны да әкелем, сумканы да әкелем, очки да әкелем, мед болды, жаңағы заттар, киім, аяқ киім өтетін болды. Өйткені қазіргідей маркетплейстар жоқ, былай қарағанда интернет онлайн қазіргідей дамымаған, ламода нелер бертін келді да. Яғни нарықта былай айтқанда қазір енді нарық күшейген сайын нарық жаңағыдай профицит болып кетті ғой, яғни тауар артылып кетті. Сол үшін бір жағынан жаңа сіз айтып отқанға қатысты мысалға 10 адам немесе 100 адам өз қызметін тауарын сатып жатыр, ал алушылар да уже таңдау болып кетті да. Олар бұл өте керемет нәрсе. Иә, керемет. Сол тұстан сол жағынан бір жағынан ойланатын болады. Енді бұлар қазақи менталитет жағынан келсек, бізде жалпы кәсіпкершілік жағынан айтатын болсақ, мысалға сатуға келген кезде көп кәсіпкерлер сата алмайды. Яғни ол енді ең бірінші инструмент жақ біз көбінесе басымызда белгілі бір шектеулер келіп алып келеді ғой. Соған қатысты жалпы мысалға орыстардың өзіндік бір нелері болуы мүмкін, шектеулері мүмкін, иә. Американдықтарда көбіне көп оған басқаша қарым-қатынас. Шектеу жоқ. Иә, шектеу жоқ оған қатысты. Бізде енді жалпы сату деген ол бір пихать етіп жіберу дегенге келеді ғой. Сол үшін бізде именно қазақи менталитетте қандай сатуға қатысты бір триггерлар бар, убеждение жаңағыдай шектеулер бар. Иә, сол пихать етіп жатырмын деп ойлайды. Немесе базардың саудасы ретінде қарай ма, сондай сияқты нелері, ойлары бар. Просто ол сатып жатқан кезде, сіз өзіңіздің құндылығыңызды түсінуіңіз керексіз. Сіз түсініп тұрсыз, что мына кружка өте оригинал, бұның керамикадан жасалған. Ана Қытайдан алып келген онша емес сапасыз керамикадан қарағанда мынаның деңгейі, сапасы жақсы екенін біліп тұрсаңыз, жақсылық жолында қызмет ету ғой сату деген. Ол пихать ету емес. Сіз мына тауардың, ана тауардан сапасы жақсы екендігін көрсетуіңіз керек дәлелдеп.
соны сіз ұсыну арқылы жақсылық жолында қызмет етесіз де, негізгі құндылық өзіңізге. Мені мысалы бәрі таңғалып, Әсемгүл, сен қалай сата бересің, қалай аузың шаршамайды, адамды уговаривать етуге, убеждать етуге дейді. Мен жақсылық жолында күресуге мүлдем шаршамаймын. Кейде мысалы дінге келетін болсақ та, даже дінде де жазылған ғой бұл нәрсе. Ислам, мысалға сіз айтады ғой, бір досымен жаңа несі тозақпен жұмаққа кететін кезде, бөлінетін кезде досына айтыпты, сен маған намаз оқы деп неге айтпадың деп ше. Мысалы сондай бір ойы бар екен да, айтылғаншы бір. Сол оқыдым бір жерде, сонда айтады екен, маған досым сен неге айтпадың намаз оқы деп, мен сенімен бірге жұмаққа барғым келеді ғой дегенде, досы айтыпты, мен саған 100 рет айттым ғой, 100 рет деп ше, намаз оқы деп. Сонда ана дос айтыпты оған, маған 101 рет неге айтпадың деп ше. Сондай да сатуда, яғни ана құндылық ислам, оны сіз жақсы болған адам болғанын қалайсыз, өскен дамығанын қалайсыз. Мысалға айтып отырмын, ислам, или сіз жаңағыда білмеймін енді вселенныйға сенесіз, білмеймін не нәрсеге сенеді, әркімнің сенімі әртүрлі болуы мүмкін, бұл жерде ол нәрсе айтып тұрған жоқпын. Бірақ бұл құндылық жақсы ғой, жақсылық жолында амал. Соны ол максималды түрде жеткізіп жатыр да досына. Бұл жерде касание 100 рет болып жатыр. Пихать етуді жақсылық жасауға алмастыру дейсіз ғой. Ниет алмастыру. Конечно, сенің білімің, сенің подкастың или сенің студияң басқалардікімен қарағанда ерекше болып тұрса, және сен ол жерде максималды адамды аша алатын болсаң жүргізуші ретінде, неге өзіңді айтпайсың, неге ұсынбайсың, неге сен оны пихать ету деп ойлайсың? Түсініп тұрсыз ба? Сондай нәрсеге қарау керек та, сенің паласың, сенің кружкаң ана кружкадан ерекше сапалы, және сен оны әдемі әшекейлеп сыртын бояп, ана бояу адамға зиян тигізбейтін бояудан жасалған екендігін жеткізсең, жақсылық жолында сен тауарың адал өнімің тұрса, неге оны нарыққа, қоғамға ұсынбасқа? Әйтпесе сіз қазір өзіңіздің жақсы өніміңізді, жақсы қызметіңізді, дұрыс сапалы пайдалы өніміңізді ұсынбасаңыз, басқа жаман адамдар болуы мүмкін. Ниеті қар адамдар бар. Мысалы, химик бар, ол да білімді алады, ода құрал бар, сатуды білет ол. Бірақ ол бомба жасауы мүмкін да. Бір химик бар, физик бар, ол да білімді, ақылды, бірақ ол дәрі жасауы мүмкін, онкологиядан емдейтін таза күштіші. Яғни ол адамның ниетіне байланысты. Сіз сатуды екі адамда меңгере алады, қабілетті екеуі де ала алады, жаман адамда, жақсы адамда. Бірақ ол құралды қалай пайдалана алды? Соған назар аудару. Егер сіз өз құралыңызға, өзіңіздің өніміңізге негізі сенетін болсаңыз, және ол жақсылық жолында адамзатқа қатты көмектесетін пайдалы өнім болса, оны сіз халыққа ұсынсаңыз, сіз жақсылық жолында әрекет етіп жатсыз, сіз күресіп жатсыз, сіз ақ деңгейіне көтеріп жатсыз деген миға не қою керек сигнал. Мені сол сатуда тежемейтін, мен 1000 рет касание жасам да маған жоқ, Әсемгүл жоғалшы, кетші деп айтса да, түсінші, мынаған баршы, мына психологқа баршы, немесе мына білімді алшы, мына бизнес инструменттерді үйренші деп мен ана адамға, пока ол ана жолға келмейінше ұсына берем. Ол бірінші рет маған отказ жасайды, екінші рет отказ жасайды, 10 рет отказ жасауы мүмкін. Бірақ мен оған 11-ші рет айтам да, Қанат мырза, или там Айгүл ханым, жүріңші, мынаны көріңші деп қолынан сүйреп апарам, надо будет. Сол тренингті көреді, или сол жаңа киімді алады, ол, мә сен дұрыс айтыпсың ғой, мынау расымен де кашемир екен ғой, мынау расымен де Түркиядан келген таза өнім екен, мынау Қазақстанның пайдалы бренді екен ғой, деп оның құндылығы өзгереді. Яғни сіз жақсылық жолында қызмет етпесеңіз, басқа жамандық казино бар, лохотрондар бар қазір, қанша не бар андай, басқа да услуга көрсететін, өте нашар услуга көрсететін деңгейлер бар, түсінесіз ғой. Олар өзінің тауарын казино қайта рекламасын пихать етіп, маркетингпен ұрып, мошенниктер звондап, адамдарды миллиондарға алдап жатыр қазір, қарабайыр халықты ше. Сол сатудың құралын меңгерген арқасында олар солай істеп жатыр да, бірақ олардың ниеті қара да басындағы. Ал сіз ниетіңіз дұрыс кәсіпкер болсаңыз, ниетіңіз күшті мықты эксперт болсаңыз, ниетіңіз таза жаңағыдай студия ашып отқан, не өніміңіз күшті, тауарыңыз күшті, посудаңыз күшті, клиент кәсіпкер болсаңыз, неге өз тауарыңызды, өніміңізді жақсылық жолында адамдарға сатпасқа? Неге сіз оны пихать етіп жатырмын деп ойлайсыз? Казиноны сатып жатқан адамдар пихать етіп жатырмын деп ойламайды, бірақ олар адамның өміріне зиян тигізіп жатыр. Ол мен адам өліп жатыр, дұрыс па? Асылып жатыр. Немесе андай жаман услугалар ұсынатындар, олар ойлап жатқан жоқ, ар-намысты ойлап жатқан жоқ. Оларда шектеу жоқ та. Ал сіз ар-намысты ойласаңыз, жаңағыдай жақсылық жолында күресіп жатырмын деп есептеуіңіз қажет та. Сосын сіз оны от души дым энергияңыз таусылмайды. Мен күні-түні 12-ден түнгі 1-ге дейін сатқан кездерім бар адамдарға. Неге? Ана ұйықтап жатса да оян қазақ деп сататын анаған. Рассрочка болса да, қалай болса да одобрение алғыздыратын. Себебі маған энергия беретін да, Құдай. Мен ана жақсылық жолында әрекет етіп бастаған кезде рух оянады. Сен ол кезде ақша үшін қызмет етпейсің. Сен тек қана ақша алуды ойламайсың. Мынаны сатайыншы, мен осыны 100 000 теңгемді алып алайыншы деген ойда сатпайсың. Сенде басқа энергия жүреді да. Сол энергияны ана адам сезеді. Сол адам спокойно. Егер вот қабілет ретінде қарайтын болсақ, мысалға сату бөлімінде белгілі бір менеджерлер бар. Адамдардың енді жаңағыдай
психотиптері, қабілеттері әртүрлі, тәжірибелері әртүрлі. Соларды енді белгілі бір стандартта жалпы оқытуға бола ма, сіз оқытасыз ба, қалай ол процесте сол кішкене бір белгілі бір қандай проблемалар бар сол тұста, соны бір ашсаңыз. Өйткені ойлаймын көп бізді қарайтын жалпы кәсіпкерлердің маман тапшы қазіргі кезде нарықта, яғни жақсы мамандар болса олар көпке тұрмайды, ал жақсы мамандардың өзін дайындау қажет деген сияқты, жаңағыдай еңбегі сіңіп белгілі бір білім тәжірибесін алған кезде кетіп қалуы мүмкін. Ал біреулер жаңағыдай үйреніп те алмайды, яғни бір сіз айтқандай энергиямен сататын мамандарды табу шын мәнісінде ол оңай іс емес. Соған қатысты жалпы өзіңіздің неңіз айтсаңыз, экспертизаңызды. Кәсіпкер бірінші сату маманы аларда ол өзінің миссиясын түсіндіру керек. Мен компанияма қайда бара жатырмын? Бір жылдан кейін кім боламын? Мотивация. Иә. Мен қайда бара жатырмын? Ол кемеге сенің кемеңе отырардың алдында, сенің кемең қай жаққа баратын, қай аралға баратын. Бізде қандай жағдайлар бар деген ғой, сіздің тәжірибеңізге сүйеніп айтсаңыз. Жалпы бизнесмендер мен сату мамандарының арасында әрқашан келіспеушіліктер болады. Тем более қазір Z поколениемен жұмыс жасап болып жатыр. Мен де оны өте жақсы түсінемін. Бәрібір не дегенмен де психологиялық тұрғыдан адаммен жұмыс жасау керек болады. Соның несіне ыңғайына келу керек болады. Қазір маманды сен таңдайтын деңгей емес қазір. Сен ананы шертіп таңда, мен саған 200 мың 500 мың беремін, оклад, менде жұмыс жасайсың құл болып деп, ондай қазір көзқарас мүлдем жоқ жастарда. Бәрі сауатты, көкірегі ашық, көзі ояу, олар сізбен взаимоотношения құрғысы келеді, дұрысшы. Және жаңағы бір мақсатқа айтып тұрмын ғой, егер сіз өзіңіздің миссияңызды, оларға құндылығыңызды дұрыс жеткізсеңіз, жоспарыңызды, стратегияңызды, олар сізбен соңына дейін қалуға тырысады. Маған тіпті айлық бермеген кездерде менімен бірге менеджерлерім жұмыс жасаған кездер болды. Сонда мен олардың ақшаға байлаған жоқпын, мен оларды окладқа байлаған жоқпын. Мен оларды миссияға байладым, идеяға. Осы жылы провал болды. Біз 0-0-мен шықтық, или минуспен шықтық осы айда. Бірақ келесі айда давай былай істейік дегеннің арқасында бізде жетістік, ақша да кейін болды. Олар сенді, сол жылда қызмет етті. Яғни құндылықты жеткізу керек те оларға дұрыстап. Және де олармен жаңа психологиялық жұмыс жасай білу керек. Әрбір адам әртүрлі. Батыстың адамы басқа, оңтүстіктің адамы басқа, Шымкенттің адамымен шымкентше сөйлесу керек, Семейдің найманымен Семейдің найманы деңгейде сөйлесу керек. Яғни сіз сатуға барардың алдында не дегенмен де адамдармен жұмыс жасағаннан кейін адамның психологиясын өте қатты білуіңіз қажетсіз. Егер күшті, мықты сату маманы болғыңыз келсе. Өйткені бір адамға қатты ұрысқан болады да, енді давай жаса деген сияқты қатты сөздер айтқан жетеді. Бір адамға ол нәрсе өтпейді. Сол үшін сіз оның қалай жүргізу керек екенін психолог ретінде қарауыңыз керек өзіңіз. Яғни бұл тұрғыда кәсіпкерлерге тек қана өз кәсібінің маманы емес, онымен қатар психолог болу керек. Әрине. Адамдармен жұмыс жасағаннан кейін клиенттің типін біліп тұру керексіз ғой сіз. Харизматичный клиентке келіп барс етіп ұрсатын болсаңыз, ол сізге деген тоже айқайлап мен алмаймын деп кетіп қалуы мүмкін да. Мысалы батыстың кейбір клиенттері бар, батысқа деген. Мен мысалы батысқа барып сатқан кезде мен мүлдем басқаша саттым. Мен Шымкентке мүлдем басқаша саттым. Шымкентпен "Оля, апа қалайсыз, тәте қалайсыз, амансыз ба? Әпше" деп қойып басқаша олардың ритмикасына түстім да. Сол арқылы олар мені свой деп қабылдады. Маған бәрі сол үшін айтады, Шымкенттің найманысың ба дейтін олар. Батысқа барғанда мен таза айтамын, мен ақтөбеңгімін. Барды бар, жоқты жоқ деп айтамын. Олар сондай халық. Олар міне мынаны істесең мынау болады деп нақтылықты қажет етеді. Сондай бір адаптация, адамдардың темпіне қарай өзгеру деген нәрсе бар. Ресейге сату мамандар олар бөлек сатады. Оларға мысалы четкость, ясность керек тоже. И олар нені сұрайды? Құндылықты сұрайды, не алатынын нақты сұрайтын нәрселер бар. Және олар ақшаға тормозить етпейді. Сразу мынаны беретін болса, мә деп беретін ақшасын олар. Және американдық сату олар агрессивный. Мысалы мен Джордан Белфорттен білім алған нәрсем, бұл агрессивті продажалар. Енді расымен де бұл нәрсе керек біздің қазаққа, өйткені қоғам авторитарностьті қажет етеді. Демократия деп айтады ғой қоғам. Егер біз әркімге команда мүшелеріне сөйлеткізіп қоя беретін болсақ, оны сөйлете білу керек. Екі режимді де сақтау керек. Демократияны да, авторитаризмді де. Авторитаризм сен бастықсың бәрібір. Сенікі болу керек. Сенің планың ғой. Осы айда 200 миллион жасауым қажет, или 500 миллион миллиард жасауым керек. Ол сенің планың бастық ретінде. Сен лидерсің, көшбасшысың. Олардың миына ешқашан келмейді 200 миллион миллиард деген ақшалар. Бірақ сенің миына келіп тұрғаннан кейін сен соны оларға айту керексің, жеткізу керексің, и тапсырманы орындап тұру керексің. Бұл авторитаризмнің нелері қолданылады менеджменттегі. Яғни авторитаризм, бюрократизм белгілі бір деңгейде иерархия болу керек. Енді рас. Өйткені ол сіздің компанияңыз ғой. Сіздің компанияңызға сіз өзіңіз тәй басқан балаңызды көтеріп келе жатқаннан кейін ол сізге құнды. Ал біреулер үшін ол әзірге құнды емес болуы мүмкін. Бір жағынан енді жаңа Z поколение деп жатса, тағы бір бағыттар бар ғой, мысалға біз жаңа Uber сияқты, бір Google сияқты үлкен алпауыт компаниялар бар, және солардың белгілі бір аналогтары бар, шағын компаниялар. Жаңағыдай бюрократизм, иерархиясы жалпы, то есть басқарады дейсіз ба? Система бар да олар. Жүйе дегенде оларда жалпы Фредерик Лалу деген бір автордың
жаңағы бирюзовая организация деген бір бағыт дамып кетті. Жаңағы орыстарда бір сеть бар, супермаркет. Не деген сеть, в общем, сетінің несін ұмытып қалдым да. Айтайын дегенім, 600-дің үстінде жаңағы магазиндері бар. Сол жаңағыдай автономды басқарылады да. Яғни бірде-бір бастығы жоқ, жүйе жоқ. Автоматически ма? Регламент жоқ. Бірақ жаңағы система работает как организм деп бұлар жаңағыдай белгілі бір сөйтіп сондай бір бағытта. Бұл жерде мен айтып келе жатқан жаңа айтып жатыр сол Z поколение деп. Жалпы бұларға мен өзім Z поколением соңғы кездерде көбірек жаңағыдай не істеймін, байлансам, взаимодействие олар белгілі бір, және олар мүлде басқа. Яғни оларды белгілі бір рамкаге, регламентке кіргізіп қою қиын. Мүмкін емес, иә. Олар басқа құндылықтар басқа. Еркін. Оларға жаңағыдай мен бастық сен емес, то есть жаңағыдай open space мысалы үшін, бастықтың орны жоқ. Бір үлкен зал, бастық оң жаққа отыруы мүмкін, сол жаққа отыруы мүмкін. То есть кресло деген жоқ, барлығында бірдей стульчик, барлығында бірдей кресло. Яғни бір былай айтқанда барлығы тең бірдей сияқты бір дәріптеледі, сондай бір культура, мәдениет, иә. Осыған қатысты жалпы сіз енді көбінесе сол адамдар жұмыс жасап жүрсіз, жастармен жұмыс жасайсыз. Жалпы соны кішкене ашсақ, жалпы оларға не қажет етеді, олармен мына кәсіпкерлер жұмыс жасау үшін қалай жасау керек олармен, қалай бағыттау керек оларды жақсы сатып, оларға былай айтқанда кәсіпкерлерге пайда келу үшін. Бірінші өзіңді айттырма тұлға ретінде жеке бренд ретінде сату керексіз. Қазір біздің Қазақстан нарығы, қоғамы, мына тмд елдері жеке брендке қарайды. Оның тауарына, өніміне қатты қарамайды. Мысалы Gucci, басқа итальяндық брендтер бар, олар тауарға уклонность жасады көп, и соны сатып кетіп, соны продвигать етіп жүрді. Ал бізде жеке брендке қарайды, адамның жеке құндылықтарына назар аударады жастар ше. Сіз қайда бара жатсыз, қалай бара жатсыз, қандай құндылықтардағы адамсыз, және маған не бере аласыз, мен мақұл өшіге полезностьымды, өзім пайдамды бере аламын, өнімділігімді көрсете аламын, ал оның есесіне менде қандай пайдалар болады. Соған көзқарас жасағысы келеді ол. Яғни сіз қай деңгейге көтерілесіз, сол деңгейде ол сіздің оң қолыңыз болса, өзіңді қосымша еркіндік беру керек оғанда. Өзінің проектілерін жасауға, өзінің нетворкингісін жасауға. Мысалы, менде бір команда мүшелері болды, айтты, мен қосымша бір продюсермен жұмыс жасағым келеді. Мен барыңыз дедім. Барыңыз деп еркіндік бердім. Бірақ главное менің тапсырмам осындай регламентте дедлайнда аяқталсын дедім. Сөйтіп мен оларды басқаруға тырысам. Олардың негізі біз қателесеміз, оларда плюс өте көп. Сіз оларды өте жақсы психолог болсаңыз, жақсылап не аласыз жаңағыдай. Жұмыс жасай аласыз. Олардан тек плюс көремін. Иә. Бірақ көп адамдарға жаңағыдай взаимодействие мақсатты. Қазір просто қоғамнан мынандай пікір болып кетті, Қанат мырза. Сен өзің жасай аласың. Сен біреудің компаниясында жасап, винтик болғанша деген бір онша емес эксперттердің айтқан ойлары бар да. Бәрінің қолынан кәсіпкер болу келмейді ғой. Бәрі жеке бренді қалыптасқан адам болады. Онда бәріміз креслода отырайық, жеке кәсіпкер личный брендісі бар, или кәсіпкер ғана болып отыруымыз керек болады да. Ол мүмкін емес. Оның қызметі болатын жаңағыдай эксплицит, имплицит адамдар болуы керек та бәрібір. Яғни имплицит ол алысқа қарайтын адамдар, олар лидерлар, олар кәсіпкерлер, олар жеке бренд дамыған тұлғалар, және оны орындаушы кадр болу қажет бәрібір. Сол орындаушы кадр болып та өзінің жеке брендіңді қалыптастыруға болады да. А просто жастарды қазір миына құймалап тастаған ғой. Сенің қолыңнан келеді, сен өзің істей аласың, бастыққа қызмет етпе, тәуелсіз бол, еркін бол деген ұрандарды беріп дух беріп тастағанда оларға. И сосын олар кәсіпкердің астында қызмет етіп жүргеннен кейін ойлана бастайды. Мен біреудің бизнесін жасап жүрмін ғой, мен біреуге сатып жүрмін ғой, біреудің қызметін жасап жүрмін ғой деген сияқты көзқарас пайда болады да тупой. Бірақ сенде бірінші бәрібір найымда опыт болу керек. По-любому. Мен саған қараптан қарап кеп, мына мен сату экспертім деп отқан жоқпын. Мен талай компаниялардың қол астында жұмыс жасадым, олардан таяқты да жедім, ұрысты да естідім, сөзді естідім, планды орындадым, орындамадым, жетістікке де жеттім деген сияқты неше түрлі тәжірибеден өттім да мен. Қараптан қарап кеп, мен жеке бренд қалыптастырған экспертім, үйттім деп айту мүмкін емес. Артта сенде кәдімгі еңбек болу керек та, нарықта біреудің алдына шығып бірдеңе айту үшін. Сол үшін құрметті жастар, сіздер бірінші тәжірибе жинауыңыз қажетсіз. Жасым, басым бар, мен бәрін білем, маркетинг құралын бүйтіп қолданатын болсам, озып кетем, ұтып кетем, кәсіпкер болып кетем, ақша тауып кетем, үй алам, машина алам деген құндылықтар болғаны дұрыс. Бірақ 0,1% ғана жететін шығар ондай жастардың. Түсіндірсе, барлық жастарды жинаса, және оларға бәрі осы құралдарды беретін болсақ, бәрі атып кете алмайды. Ол никак, ондай аз талант адамдар үшін, талантты жастар аз. Егер сізде талант болмаса, жеке өсіп кете алатын. Сіз бір компаниядағы бір күшті опыты бар, тәжірибесі бар бизнесменнің артына кіріп, астында жұмыс жасап, оның ағатай қылып қызмет етесіз ба, ассистент боласыз ба, или менеджер боласыз ба, сатуда жаңағыдай роп болып деңгейдегіме өсесіз ба, сол жолды таңдаған әлдеқайда жақсы. Өйткені сізде тәжірибе болады да.
сіз айта аласыз, мен артымда осындай қызмет еткем, осындай деңгейге өткем деп твердый эксперт болып, твердый кәсіпкер болып нарыққа шыға аласыз сол кезде. Ал тәжірибесіз сіздің кәсібіңіз провал болады. Оған келсем, және де ол жеңіл жол деп айтамын да. Яғни көбісі ойлайды, өзімнің жаңағыдай бизнесіме кетсем, өзім бастап кетсем, жаңағы көбірек пайда көремін, тезірек өсіп кетемін деген. Ол көбіне көп ол иллюзия, иә. Ол жаңағы сіз айтқандай 0,1. Өйткені мен өз басымнан мысал келтірсем, мен де жаңағы енді мен Құлсарының батыстың өңірім, Теңгезде, Қарабатанда жұмыс жасадым. Сөйтіп жаңағыдай Киясакидің сондай белгілі бір бизнес литературадан кейін бизнес ашамын деген бір нақты шешім болады. Ана подростковый максимализм дейміз ғой, яғни мен кәсіпкер боламын, жаңағы колледж бітіріп, жоғары оқу орнын ғана Қорқыт Ата деген университет болды Қызылордада, сонда таныстарымызға жаңағыдай 25% төлеп не істеп қойғанбыз, дипломға алып береді, высшийға тапсырып қойған сияқты. Оны да тоқтатып тастадым, оқымаймын, мен болашақта мен мұнай саласында жаңағы Қарабатанды көрдім, Теңгезді көрдім, маған ұнамайды дегендей белгілі бір. Бірақ былай қарайтын болсақ, ол компанияларда үлкен жүйе бар. Мысалға Тұшол деген ол Қазақстанның бюджетінің ең жаңағыдай үлкен бөлігін қамтамасыз етіп, Астана мен Алматының көркеюіне үлкен бір септік тигізіп отырған, иә, ВВП-ға, экономикаға үлкен бір септігін беріп отырған компания. Яғни оларда былай айтқанда ең мықты жүйе қазіргі кездегі мына Agile деген манағы айтып жатқан бирюзовый жүйелердің бір системалары оларда бар да, енгізіледі. Мысалға, яғни сен ондай компанияда жұмыс жасау арқылы бір 2, 3, 5 жыл жұмыс жасасаң, сен өте білікті маман болып шығасың да. Содан кейін барып сен өз бизнесіңе кетсең, сен оны былай айтқанда әлемдік тәжірибенің деңгейінде соларға сүйене отырып, содан алған жиған терген тәжірибеңді өзіңнің жаңа кәсібіңе енгізе отырып, оны жоғарғы сапада, жоғарғы стандарттарға сай жасайсың да. Сол себепті ол жаңа уақытты үнемдеу әрі тиімді деп айтамын. Өйткені мен ол жолдан өттім. Мысалы үшін кәсіпті бір уақытта жаңағыдай шыңға да шықтық, бір уақытта түбіне де құладық. Дегенмен ол жаңағы өкініп отырған әңгіме емес, яғни әркімнің өз тәжірибесі өзіне ғой. Сол үшін мен өз жолыма былай айтқанда жаңадан сол жолды өтетін адамдарға сол кеңес береді. Яғни бірінші жаңа сіз айтқандай жақсы бір лидердің артынан барып, соның қол астында жүріп, немесе ассистент болып, немесе жаңағы отдел продажға барып, сату маманы болып, сосын роб болып, ішкі жүйені көріп, сосын барып бизнеске кеткен ол тиімді. Және де заман басқа. Мысалы, менің кезімде мен айтқанды, мен не келсем де өте беретін болды. Конкуренция деген ондай болған жоқ. Яғни мен өзім киімді жақсы көремін, жақсы киінемін, брендтерді плюс-минус ажыратып білемін ба, мен әкелем, менің товарым өтеді. Андай былай айтқанда сондай болды. 20 жасымда жаңа товар әкеліп жүрдім, жақсы дейсіз. Ал қазір заман басқа. Яғни сіз бизнесіңізді керемет деңгейде жасау керексіз. Әйтпесе сіз ұзаққа бармайсыз. Ол да бар. Бірінші мынандай ғой, кім өзінің кәсібін, өзінің қабілетін қаттырақ жақсы көрсе, конкуренция деген сол мен үшін. Кім өзінің маркетинг болсын, сату болсын, или мына кружка сату болсын, киім сату болсын, кім өзінің өніміне махаббатпен қарайды қатты. Қаттырақ кім жақсы көрсе, соны қаттырақ жаңағы баптайды ғой. Қаттырақ сол өнімінің одан сайын жаңағыдай барлық детальдерін дұрыстайды. iPhone сияқты ше. Перфекционизм. Иә, Стив Джобстың соның плюсы сол да. Ол iPhone-ды оригинал өмірде нарықта жоқ, мен нәрсені тудырам деген мимен соны жасауға тырысты да, оригинал прям былай айтқанда барлық жақтары жабылып тұратын, бүткіл жаңағыдай адамдардың қажеттілігін жабатын өнімді жақсы көрді ол. Соның арқасында ол конкуренттердің бәрін жауып тастады, былай айтқанда көбісін. Әлі күнге шейін оның системасы жүріп тұр да. Тура сол сияқты біздің нарықта сату мамандары да көп болуы мүмкін, подкаст студиялары да көп болуы мүмкін. Бірақ кім өзінің өнімін қаттырақ жақсы көреді, сол адамның махаббатпен жасалған өніміне адамдар тартылатын болады. Иә, келсем, және онымен қатар әрине тәртіп, иә. Мен бүгін жаңағы бір пост алғым. Мен жаңа жылда 366 күн 366 Reels деген челлендж бастадым да. Бүгін соны аяқтадым. Құтты болсын. Кеше 366. Негізі 366 Reels'ті мен 30 декабрь түсіруім керек болды, бірақ 2 ай бұрын аяқтап тастадым. Өйткені мен кейбір кездері 2-ден салып жіберемін, кейбір кезде 3-ден салып жіберемін. Бұл жерде мен айтқаным жаңа тәртіп деймін да. Басты инсайт. Тоқтамау керек. Сосын адам негізі өз-өзін іздейді ғой, көп адамдар. Жастар жаңа өз-өздерін іздейді. Бірақ өз-өздерін іздеу үшін негізі әрекет істеу керек екен да. Ол қаншалықты жаңағыдай банальный естілсе де. Яғни мысалы бір адамдар мысалға мен айтамын да, 200-ге жуық Reels түсірген кезде
мен жаңағы психологияда туралы түсірдім, мен өзім жаңағы регрессология, гипнотерапевтпін, цифрологпын, адамдармен көп жұмыс жасадым, онымен қатар кәсіпкерлік 14 жылдық тәжірибе. Мен барлығы туралы, маған не қызық, соның барлығын айта беретін болдым да. Жасанды интеллект туралы айтамын, мен жаңағы 2015-18 жылы аралығында биткоин, криптовалютамен айналыстым, маған жалпы технология қызық. Бірақ барлығын араластыратын болдым да. Ал сіз білесіз, контентте жалпы олай болмайды. Иә, позиционирование болу керек. Біреу болу керек. Менде ол болған жоқ. Мен 200 рилсқа дейін мен ананда мынанда түсіремін. Ал 200-ден кейін мен нақты қазір тек қана жасанды интеллект және жасанды интеллект арқылы қалай жеке бренд деген тақырыпқа мен бірақ мен өзімді таптым деп айта аламын да. Бірақ оған дейін мен 200-ге жуық рилсті түсірдім да. Яғни ол былай бүйтіп, мен мынаны түсірсем осылай деген сөз емес та. Бірақ просто жаңағы орыста сөз бар, манағыдай аппетит возникает во время еды, да. Яғни біз әрекет жасап келе жатырмыз, жаңағы жолға шық, жол өзі апарады, яғни сосын барып есіктер ашылады екен деген сияқты. Оның арасында сосын тәртіпті келсін, сен жаңағыдай выгорание болады, бір салың келмей қалады. Бірақ жаңағыдай 30 декабрьда камераға мен аудиторияма уәде етемін, күнделікті бір неден салып тұрамын деген уәде болғандықтан сен саласың оны. Былай айтқанда, сол үшін жаңағыдай ол қаншалықты жақсы көрсек те, меніңше белгілі бір уақытта ол адам деген ол бір өзі қиын құбылыс қой. Ол бүгін керемет махаббат күйінде тұруы мүмкін, ертең бір депрессивті күйде болуы мүмкін деген сияқты. Сол кезде біз жаңағыдай тәртіпті жоғалтпасақ, тәртіпке бағынған құл болмайды. Нәтиже келеді. Керемет. Енді жаңағы осы жастар мәселесін айтып жатырық, жалпы тыңдармандар бар. Осы тақырыпқа қатысты кішкене бір тағы да мына қазір жаңа бір негізі былай айтқанда қоғам қатты өзгеріп жатыр, Мен өзім жаңағы жасанды интеллект туралы айтатын болғандықтан мен белгілі бір тенденцияны көріп тұрмын да, негізі алдағы уақытта. Мысалға, мен ойлаймын, алдағы уақытта барлық адам тек творчествомен айналысатын бір болашақ келе жатыр деп. Өйткені жаңағыдай біз 5 жылға 10 жылға кішкене болжайтын болсақ, жақында мен эфирде айтқам, жалпы қазіргі күннің өзінде 80% мамандықты алмастыруға болады. Ертең емес, арғы күн емес, бүгін. Яғни шешімдер бар, технологиялық шешімдер бар. Яғни юристті, бухгалтерді, сату мамандарын алгоритмизированный жаңағыдай мысалға тексерту болады, роботтың әрекеттерін уже жасанды интеллектке тапсыруға болады. Мысалға мына біраз жұмыстарды істеп болады. Бірақ оның барлығы максималды тұрғыда жаңағыдай ауқымды масштабына енгізілу үшін оған уақыт керек. Яғни 5 жыл, 10 жыл уақыт керек. Бірақ жалпы болашақта бір сондай бір қоғамға келе жатқан сияқтымыз. Мамандарды ауыстырады деп ойлайсыз ба? Мен ойлаймын, жалпы алгоритмизированный, яғни қайталанатын процесстер барлығы механический, логический, алгоритмизированный процесстер қай жерде болса, соның барлығын алмастыруға болады. Ол шешім бар қазір. Мысалға, сатуға келетін болсақ, Томару деген сервис бар, мысалға, жаңағыдай сату мамандар соғады, обзор жасайды. Бірақ әрине олар қазір жаңағыдай адами деңгейде сөйлеспейді. Манағыдай минустар көп. Бірақ біз қарайтын болсақ, жалпы GPT 3.5-ге 1 жыл болды пайда болғаны, 1 жыл жарым болды. То есть 1 жыл жарымда ол экспоненциальный рост болып жатыр да қазір. Яғни бұрын мысалы интернеттің өзі жылына 20%-ға, 15-20%-ға дамыса, жасанды интеллект қазір жаңағы генеративті жүйелер еселеп дамып жатыр да. Квантовый өсіп жатыр, экспоненциальный өсіп жатыр да. Сол үшін 5-10 жылдықта толықтай алмастырылуы мүмкін. Кешегі Илон Масктың таксилер пайда болды, автономды, яғни жаңағыдай. Соның барлығы белгілі бір қоғамға алып келуі мүмкін де. Яғни сонда адамдар не істейді деген сұрақ туады, жалпы егерде деген сияқты. Сол жаңа айтып жатырмық қой, мана жастар просто жұмыс жасамайды деп. Оларға бүйтіп алгоритмге, ритмға белгілі бір тәртіпке тығып қою, шектеп қою мүмкін емес. Олар жаңада не істейді деп. Менде де сондай болған, бизнесте бір кәсіпкердің қол астында жұмыс жасағанда, мен оларды өте жақсы түсінемін, мамандарды. Қыса бастайды да, тек қана. Ал мен өзімнің шығармашылығымды арттырғым келетін. Менің қыса бастағаннан кейін мен ол компаниядан шығып кеттім амалсыз. Сондай ситуациялар болған. Өйткені ол еркіндік бермеді. Менің планым жүзеге асып тұрса да, ол қызғаныш бар да бізде қоғамда. Озып кетеді. Менің системамды, кухнямды біліп алады. Мына жаққа кіргіздірмендер мынаны. Мынау біздің арамызға келген қасқыр деген сияқты бір көзқарастар болды кейбір адамдарда, кейбір кәсіпкерлерде. Ama менің тарапымда кейбірлерінде болды. Бәрінде емес. Кейбір кәсіпкерлердің керісінше өз дамы, ашыл, еркін бол деп айтатын да. А кейбір кәсіпкерлердің компаниясында маған сондай қысым жүрді. Яғни белгілі бір рамкаға салып қойғысы келетін да мені. Ал мен рамкада жүре алатын адам емеспін. Стандартты ойламаймын. Не стандартты ойланамын да. Сол үшін ол сондай бір не болады. Дисбаланс болғаннан кейін жастар соған может күресетін шығар. Жаңа сіз айтып отырсыз да, жасанды интеллект қойғаннан кейін адамдардың бәрін сату мамандары мүмкін азаюы мүмкін, тағы да басқа. Ол қанша жерден қазір боттар орнатылып жатыр ғой. Мен өзім де боттарға басам.
мен айтайын, мен сөйлескім келмейді ботпен. Мақұл жарайды, бағасын білем делік тағы да басқа. Бірақ сату маманы не дегенмен де адамды незаменимый мамандықтар болуы мүмкін деп ойлаймын мен. Әзір мүмкін солай деп ойлаймын. Себебі адаммен адам сөйлескенде ғана түсінеді. Яғни мен сіздің энергетикаңызды сатып аламын да, түсініп тұрсыз ба? Мен сіздің именно мына подкаст өте басқа бір жасанды интеллектке қойып мен сұрақтар қойып отыр өтірік. Жаңа адам дым болмайтын бір прикол шыққан ғой, мына жерде адам өзі сұхбат беріп отырады да, аяқта ешкім жоқ, өз-өзімен сұхбат беріп отырады. Сондай қылып жасасақ болады. Сіздің орныңызды заменять ететін, мысалы робот дейік, или бір компьютер тұр дейік, сұрақтар қойып маған. Сондай қылсақ болады, немесе адаммен адам сөйлеседі. Яғни сатуда да сіз сатылым деңгейіне дейін апару үшін, соңғы продуктыны ақша айырбастау үшін, құндылықпен ақшаны айырбастау үшін адаммен адам түсінісіп сөйлескеннен кейін ол сенімдірек болады. Иә, оған келсем. Эмоция. Және де қазіргі кезде сату бұл эмоция. Солай, иә. Және де жаңағыдай біздер GPT ассистенттерді орнатамыз, мана Instagram сіздің орныңызға жауап береді. Бірақ олардан да мақсаты сату емес та. Олар жаңағыдай белгілі бір прогресс жасау, сіздің өнімдеріңіз туралы ақпаратты беру, сіздің номеріңізді алып қалу. Ол автоматты оған келіседі. Иә, сондай бір деңгейде ғана да. Манағыдай сөйлесетіндер бар, бірақ олар әлі дамыған жоқ. Ол солай. Сол жағын айтып жатқан бір білесіз ба, домофонда жыны келген ғой, бір умный домға. Алисаға да жаңағы боқтық сөздер айтып, немесе кнопканы басып жатқанда домофонда жынданып, ананы ұрып, адамдар сондай бір роботпен сіз дұрыстап басқан жоқсыз, қайтадан басыңыз, бір деп ана нервыға тиіп тұрады ғой, білесіз ба? Тіпті біз жедел жәрдем шақырған кезде ішің ауырып тұрса, бірді бас, екіні бас, үшті бас деген кішкене нервыңызға тиеді ғой, дұрыс па? Олардың барлығы не ғой? Алгоритмизированный чат-боттар. Олар күшті емес қой, бізге кедергі келді. Ол алгоритмдер просто. Мысалға чат-бот пен GPT-дің қандай айырмашылығы бар, чат-бот деген ол алгоритм да. Яғни А десе Б де, жаңағыдай мына сұрақ қойса мына жауап беру, белгілі бір алдын ала дайындалып қойған сөздерге ғана жауап береді да. Ал GPT-ден де байланысып сөйлесіп көргендер болса, ол әртүрлі деңгей басқа. Иә, мазмұнды жауап береді. Мысалы, кешегі соңғы O1 деген жаңартулар шықты да, ол кәдімгідей қаттап жатыр да. И мен жаңа айтып жатқаным, мана осының алдында бір ойым болды да, мына қазіргі жастарды ұстау қиын дедік қой, манағыдай не істеп қалу. Мен өзім де жаспын деп ойлаймын өзімді. Иә, мен поколение айтайын деген, просто қазіргі мына университет бітіріп келіп жатқан поколение, мысалы олар жұмыс іздеп, манағыдай потенциалдар бар, өмірде өздерін жаңағыдай жастық максимализм жүзеге асырғысы келеді. И соларға жалпы кәсіпкерлер мықты болу керек та, и солармен взаимодействие жасап білу керек. И жаңағыдай тек қана не емес, өйткені қысқартады деп ойлаймын да мамандарды. Мамандар қысқартылады. Ана Nvidia компаниясының Хуанг деген несі бар, фаундері, основателі, CEO-сы, сол кісінің бір сөзі ұнатты. Ол кісі айтады да, адамдар қорқады дейді, жаңағы жасанды интеллект оларды алмастырады деп. Шын мәнісінде сендерді алмастыратын сендердің жандарыңдағы әріптестерің дейді да. Бірақ олар жасанды интеллектті жақсылап меңгеріп алған дейді. Яғни, мысалы үшін бір 10 дизайнер болатын болса, оның ішіндегі бір дизайнер дизайнды, жаңа 3D иллюстрация барлығын жақсылап тұрып меңгеріп алғаны болса, ана қалған 9 керек емес болып қалады. Өйткені 10 адам жасайтын жұмысты қазір бір адам ғана жасайтын болады да. Иә, енді саны бардан гөрі сапасы бар деген нәрсе. Немесе мысалы сату бөлімінде роботтар ана менеджерлердің сөйлескен жазуларын, сөздерін не істейтін болды. Мысалы ана IP телефонияға тыңдайды, жаңа скрипт бойынша сөйлесті ма деген. CRM-ді алып тексереді, мысалы. Ол 100 звонок тексеру мүмкін емес, ол балатта ішінен бір 3-4-ін көтереді деп қарайды, тексереді, содан қоя салады. Ал қазір GPT ана транскрибация жасайды. Яғни 100 адам сөйлескеннен транскрибация, яғни бүкіл текст алады, оны соған саламыз, сосын ол талдайды, сараптайды, сосын барып бізге нақты статистикамен таблица береді да. Онда ол күшті екен. Скрипт бойынша жүрген жоқ, мынау бүйтті, мынау сөйтті, мына 7-ші, 8-ші және 15-ші жаңағы сату мамандарын сізді алдап отыр. Ол вообще не по скрипту. Бірақ кейбір клиенттер скриптпен сөйлеспейді. Шынымен, мысалы сәлемдесем, бағасын айтшы деп айтады сразу. Сол үшін оның ол жасанды интеллектке де оны қарау керек. Ол жерде адам ситуация бар. Ол сол үшін соның барлығы просто в любом случае бұл жерде қайталап айтамын, қазіргі кезде мен ойлаймын, 50-50 жұмыс жасап үйрену керек. Сондай бір қоғамға келе жатырық та. Яғни келісем. Біз оны толық бас тартатын болсақ, біз оның мүмкіндіктерінен де бас тартамыз. Конечно, ол міндетті түрде қажет. Иә, өйткені сен адам қанша жаңағыдай былай айтқанда роботпен бәсекелесе алмаймыз да біз. Соны түсіну керек та. Сен қанша тырыссаң да сен онымен мүмкін емес. Бірақ сен оған алған, мысалға сен алдың, саған статистика берді, сен уже ана CRM-ге қарамайсың да. Ол уже сенде мына жерде тұрды, автомат тұрды. Сен бүйтіп қарадың, там ана қызыл болып жанып тұрған таблицадағылардың барлығы не по скрипту, және де ол тек скрипт емес, ол ойлана алады. Ол айтады да саған, мынадай жері болды,
адам сатпай қалды. Және менің қорытындым ол сатпай қалған себебі мына жерде былай жауап берді, былай жауап берді, мынадай бір нұсқалар ұсынуға болатын еді деп ол кәдімгідей ойланады да. И сол кезде бізге ары қарата өзіміздің бөлімдегі адамдармен сөйлесу жеңілірек болады. Өйткені біз мына жердегі жаңағы 3 сағат 5 сағатымызды экономдадық. Ары қарай уже так бізде осындай ақпарат бар, қалай ойлайсыздар? Сосын ол айтуы мүмкін, мен сіз айтқандай клиент не по скрипту кетті, басқаша мүмкін емес болды дейді. Сол кезде біз просто звонокты көтереміз де тыңдаймыз. Ол шынымен солай ма деген сияқты. Қаншама уақыт үнемдейміз, күшті. Бұл жағын қолдануға болады. Әрине қараңызшы, заман всегда заман талабына сай болу керек. Бұрынғы жаңа жылдары біреулер мамандықтар керек болды, қазіргі таңда ол мамандықтар қажет емес болып қалып жатыр. 10 жылдықта тағы да сіз айтқандай өзгеріс болады. Сол үшін тек қана бір мамандықтың төңірегінде қалып қоймау керек, всегда даму керек. IT саласында сіз айтпақшы жаңа ғылыми тұрғыдағы технологияларды меңгеру қажет, міндетті түрде. Олсыз болмайды. Заман талабына сай болмасақ, ол бәрі қалып қояды. Ескі дәуірде қалып қойды ғой біраз нәрсе. Мысалы, қандай мамандықтар жойылып кетті, осы жақында бір мамандықтар жойылып кеткенін білемін де. Керек емес, қажетсінбей қалған ғой халық. Бір мамандықтар бар екен, оның бәрін роботтар заменить етіп тастапты кәдімгідей. Даже заводтарда да адам саны азайған ғой, барлығын бүйтіп бұрап, өздері құйып, ішінде средствоны азық-түліктерді сөйтіп шығаратын роботтар бар ғой. Уже Қытайда бүкіл көп заводтар уже толық автоматикаға өтіп жатыр. Кеше алыстағы Қытай емес, Өзбекстанда жаңа джинсы киім шығаратын заводтар бар екен, толықтай автономды. Тоқиды. Бірде бір адам жоқ производствода, былай қараса. Ол деген сөз қаншама адам жұмыссыз. Яғни мына жерде дамыту керек та. Онда қара жұмыс қол еңбегі емес, ми еңбегі. Сол, жаңа айтқанымдай, яғни белгілі бір қызықты просто адамдар былай ғой, мен өзім ойлаймын, кез келген прогресс, кез келген технологиялық жаңа бір уақыт, ол Құдайдың қалауымен болып жатыр да. Яғни кездейсоқтық бұл өмірде жоқ. Барлығы да солай болу керек болды. Және де, яғни оның үлкен бір қайыры бар артында, Бірақ кез келген үлкен өзгерістер ол белгілі бір кризистерге алып келеді да негізінде. Бірақ ол бейімделу керек та. Бейімделу білу керек та оған. Сосын біздер адамдар айтады, барлығы қазір мысалға анадай бір пікір бар да, комментарийларда қараймын. Барлығы бірдей кәсіпкер болса, барлығы бірдей блогер болса, барлығы бірдей жаңа творчество немен айналысып кетсе, кім жұмыс жасайды дейді да. Бірақ қай жұмысшыны айтып отырсыздар деп бүйтіп ашатын болсақ, сол тақырыпты. Мысалы, шахтадағы шахтерлар дейді. Оны алмастыруға болады. Оған келе жатырық. Уже алмастырылып жатқан жерлер бар, региондар бар. Заводтағылар дейді. Алмастыруға болады. Шешімдер бар уже. Мына Өзбекстаннан бастап алатын болсақ, то есть аналог уже бар. Просто уақыт керек оның бәрі енгізілуге. Конечно. Жаңағыдай мынадай мамандықты алсаң дейді, бәрін де алмастыруға болады да. Яғни ол деген сөз болашақта мен айтамын да, мынадай бір сөз айтамын да, адамдар өмірмен күреседі деген бір сондай бір менде сөз пайда болды. Яғни біз негізінде өмірді қалай солай қабылдайтын болсақ, негізі өмір бізге айтып беріп тұр екен да. Құдайдың өзі бізге негізі айтып беріп тұр. Яғни жеке блогыңды жүргіз, брендіңді дамыт, творчестволық бағытта дамыт, іште қандай қабілетің бар, қандай қасиетің бар, әлемге қалай пайдалы болатынын аш, сөйле, үндемей тұрма. Яғни бірақ адамдар біз жаңағыдай эгомыздан белгілі бір тұжырым жасаймыз да. Біз кішкене жабықпыз ғой адамдар. Өйткені біз қорқамыз. Ал қорқыныш деген ол жалпы Құдайдың қарама-қайшылығы. Сол үшін жаңағыдай мына жерде бір айтқым келгені, технологиядан қорқудың қажеті жоқ деп санаймын. Яғни былай айтқанда таңдау еркі ғой просто. Оның зияны бар ма дейтін болсақ, бар. Мысалға ғаламтор, интернет зияны бар ма? Әрине бар. Енді оны қалай пайдаланғанда жаңағы құрал ғой. Жаман жолда пайдаланса. Мысалы, әлеуметтік желі, оны деградировать етуге болады, онымен бір сапалы дүниелер жасауға болады деген сияқты. Дәл солай жасан интеллектте оны адам роботизация, белгілі бір жұмысты қысқарту деген сияқты бағыттар болуы мүмкін. Дегенмен адам тек қана творчествомен алса, белгілі бір қасиетін ашса, бір-біріне пайдалы болса, басқа бір жоқшылықсыз бір қоғамға өтсек, ол менің ойымша керемет. Просто біздің санамыз оны елестете алмайды. Өйткені ондай қоғамда өмір сүріп көрген жоқпыз да біз. Сол үшін қызықты бір қоғам болу керек, және біз оған сенеміз. Сол өте осы енді жалпы сатуға қатысты, және жаңа мамандарға, жастарға және технологиялық тұрғыда ұштастырып, менің ойымша қызықты сұхбат болып жатыр, Әсемгүл ханым. Жаңа сатуда бар ғой, адамда бәрібір бар ғой, ниетке тіреледі екен. Қандай құралды сен жаса, мысалы сен жасанды интеллект жасайсың ба, ол кімнің қолында да ол құрал. Сіз жауызсыз ба, жасанды интеллект арқылы сіз не таратпақшы жастарға? Сіз нені оны бағыттайсыз, қай бағытқа? Ол бәрі сол ниетке байланысты екен да. Адамның алғашқы ниетіне ше, намерение. Сіздің мысалға ол адамдар жасанды интеллектті басқаша жолда қолданып жатқандар бар ғой.
сол сіздің сату құралыңыз болсын, қандай жасап жатқан дүниеңіз болсын, ниетіңізге байланысты. Сатуда да сен бір компанияға бардың ба, ақша қалай сұрсам екен, 500 миллион, 1 миллион деген ниетпен, мынаны қалай сатсам екен, мынаны қалай жүргізсем екен деген ниетте бастаса, любой жұмыс оның түбі берекеге апармайды. Сатуда да сен құралды меңгерсең, ол жерде сенің ниетің қара болса, дұрыс емес бағытта болса, ол сені ұзаққа апармайды бәрібір. Күндердің бір күнінде ол бәрібір құрдымға кетеді. Сол үшін ниет керек, мақсат керек. Мақсаттан кейін жоспар құруыңыз керек. Жоспарды нақтылап болғаннан кейін әрекет етуіңіз керек. Әрекетіңіз нәтижесін береді. Нәтиже плюс болуы мүмкін, не минус болуы мүмкін. Сен планға жете алмай минус болсаң, жоспарда дырка, тесік шелең. Немесе сенің мақсатың дырка болып тұр, тесік жері. Сондықтан сол жер дұрыстайсың. Либо ниетің тесік. Әуелдеген ниетің дұрыс емес болды. Жоспар дұрыс жасадың, мақсатың күшті қойдың, әрекет еттің, бірақ нәтижең минус болса, ниетің дұрыс емес болған. Соған назар аудару керек. Осы 4 планкаға назар аударып, нәтижені плюске айналдыруға өте көп мүмкіндік бар. Схемасы бәрін білет, бірақ істемейді. Неге істемейді деп ойлайсыз? Сіз де бәрін білесіз, мен де көп нәрсені білемін, неге істемейміз? Енді болмысымызда адам, мысалға мен өз басым қанша күн болды, 5-те тұрам деген режимге келе жатыр, бірақ 8-де, 7-де ұйықтап жүрмін да. Менде де бар ондай. Сол үшін алдаймыз өзімізді. Өз-өзімізбен шынайы емеспіз. Мүмкін, көп кедергілер бар. Сондықтан сол жылда жаңағыдай лидер немесе кәсіпкер, не наставник, ментор деген нәрсе, ұстаз деген әрқашан керек. Ол сені тіреу үшін да сені бағыттап тұрады. Көбісі қазір ұстаздыққа барғым келмейді. Мен менторлығын оқып тастағам, оның бәрін мен білемін ғой дейді ше. Нарықта психологтарды білем ғой, сату мамандығын білем, қалай сату керек екен. Анадан да оқыдым, мынадан да оқыдым, Әсемгүлді де білем, ананы да көріп тастағам деп ойлайды. Егер ол бәрін білсе, неғып істемейді. Саған ұстаз көмектеседі, тренер деген нәрсе ше. Күшті да ол. Мысалы, тренер сені заставлять етеді, гірді көтеруге, жүгіртуге, тренер сені сабақта заставлять етеді. Или сені жасатқыздырады, волаңды көтереді, сыйлап. Тура сол сияқты компанияларға мамандар керек та, ұстаздар. Мен сияқты, сіз сияқты адамдар керек. Общий бағыт беріп, түсіндіріп, олардың итермелеуге сол жұмысты жасауға, мотивация беруге ше. Лидерлер керек. Ол не ғой? Жаңағыдай объективті және субъективті адам қарайды ғой. Мысалға, бір адам айтуы мүмкін, мен бәрін білем деп, бірақ ана бір сөз бар ғой, сен егер бәрін білсең, неге сен қалтаңда көк тиын жоқ, Сол ғой. Мысалға, яғни ол объективті қарасақ, қалтаңда ақша жоқ сенің. Яғни сен бір нәрсе білмей тұрсың. Ақша маңызды емес дейді ғой еще. Сол себепті жалпы жаңа тәлімгерлікке қатысты, мысалға, мен өз басымда көп оқуға алған едім, сіз айтып отырсыз, біраз оқу оқығансыз, мен де дәл солай 10 миллионның үстінде өзімнің біліміме жұмсадым да. Өйткені сен адамның тәжірибесін аласың да, ең бірінші негізінде. Және де белгілі бір ортада боласың. Ол оны енді бір логикамен, белгілі бір инструкциямен, сөзбен түсіндіру мүмкін емес негізінде. Ол себепкер ғой, бірақ білесіз, келесі планкаға өтіп ол жерде сен нақты ештеңе алмауы мүмкін. Бірақ ол да бір сені келесі бір деңгейге өткізеді. Ол да сен қазір біз просто мұрнымыздың ұшын ғана көреміз да, сосын жаңағыдай ожидание болады, сосын ол сай келмей қалса сол өкінеміз деген сияқты. Бірақ шын мәнісінде ол просто бір жол ретінде қарау керек. Сол үшін және де жаңа бұл тұста мен де келсем, өйткені өз басыммен өмірде жаңағыдай білімге қатысты ең бірінші ұстаздарым, кітаптар деп айтамыз, сосын белгілі бір деңгейде белгілі бір тренингтер, наставничество, оның барлығы өзіндік бір күші бар. Бірақ оны опять-таки қазір нарықта көп қой енді, сол үшін талдау керек, сараптау керек. Сол үшін бізде жаңағы бір нәрсе сататын мақсат жоқ. Енді сол Әсемгүл ханым, жалпы 1 сағат үстінде уақытымыз зулап өтіп кеткен екен. Жалпы мынадай бір оны алдын ала келіскен жоқпыз, бірақ осындай бір ой келіп қалды. Сізде жалпы консультация бір нәрсе бар ма сатуға қатысты? Мен консультация жүргіземін. Соны бір ең бір белсенді деген көрермендерге ойнатып жіберсек болады. 5 адамға 5 адамға Әсемгүлдің жеке өзінің консультациясы бір уақыт жағынан қанша минут болуы мүмкін, примерно бір консультациям ба? Кемі 30 минут деп айтамын. Негізі бірақ 45-1 сағатқа созылып 30 минут 40-1 сағатқа дейін созылуы мүмкін консультациясы. Оның бүкіл жаңағыдай осыған дейінгі білімі, тәжірибесімен сіздермен бөлісіп, нақты сіздің жағдайыңызда не істеу керек, қайда бару керек, қандай инструменттер қолдану керек, немесе сіздің санаңызда қандай да бір шектеулер болса, соның барлығын өзіңізге нақтылайтын боласыз. Ережесі оңай болады. Яғни мені және Әсемгүл ханымды өзіңіздің инстаграмыңызға осы подкастты алып, сториске салып, екеумізді белгілеп кетесіздер. Болды. Белгілеп кетсеңіздер ғана болды. Сол белгілеп кеткен адамдардың арасынан біз подкаст біткеннен соң ровно бір айдан кейін ойнатамыз. Рандомно 5 адам таңдап, Әсемгүл ханым өзінің жеке консультациясын беріп, сізге нақты бағдар беретін болады. Қосарыңыз болса.
әрқашан дамыңыздар, өсіп, оқып, жаңа заманауи қабілеттерді меңгеріп, және өз тауарыңыз, өніміңізге сенімді болсаңыз, оны қатты жақсы көрсеңіз, сатудан ұялмаңыз. Сату бұл ұят емес. Сату арқылы сіз жақсылық жолында құндылығыңызды үлкен деңгейде жеткізіп, ұсынып жатқаныңызды түсініңіз. Егер сіз сатпасаңыз, ол просто продукт бар, бірақ ол качественный екен ешкім білмейді. Ал сіз оны сату арқылы жақсылық жолында, құндылығыңыз жолында игі істерді көп жасайтын боласыз. Барлығымыз игі істерді көп жасаушы және дамушы, өсуші, экономикамызды Қазақстандағы көтеруші, бүкіл әлемге танытушы халықтан, ұрпақтан болайық. Және Қанат мырза, сізге үлкен рахмет. Күшті тақырыптарды талдадық бірге. Барлық нәрседе де сату қажет, өмірдің бәрі сатудан тұрады. Сіздің өніміңізді жасанды интеллектті де ең бірден бір ұсынатын өніміңіз бар болып тұрса, сонда тек қана сату керек. Сатудан ұялмаңызшы, тек қана сата беріңіз. Керемет достар, сол белсенділіктеріңізді аямаңыздар, лайк, комментарий, тағы да осындай сапалы дүниелер жасап тұратын боламыз. Қош, сау болыңыздар.